Ел тарихын толықтыратын тың туынды. Бүгін Елордада Шыңғыс хан атты кітаптың таныстырылымы өтті. Оны мемлекет және қоғам қайраткері Ержан Исақұлов пен араб, парсы, көне шағатай тілдерінің маманы Зәріпбай Оразбай жазған. Кітапта бүгінге дейін бұрмаланып келген тарихымыз туралы тың деректер және карталар жарияланды. Тарихи кітапта негізінен түркі тайпаларының пайда болуы, оның ішінде қазақ руларының шығу тегі, ата қонысы мен салт дәстүрлері баяндалады. Ондағы деректер ортағасырлық энциклопедияға айналған Жамих ат-Тауарих, парсы тілінде жазылған Шарафаддин Али Яздидің Зафарнамасы мен Мұхаммед Хайдар Дулатидің Тарихи Рашиди атты туындыларынан тікелей аударылған. 700 жылдай болған. Осы кездерде адамдардың аттары, жердің атаулары сан рет өзгерді. Сол кездегі рулар тармақ-тармақтарға бөлініп кетті. Сондықтан да осы Шыңғыс хан атты кітапта солардың барлығына түсініктеме беріліп, ондағы жаңағы атаулар ескі карталар менен жаңа карталарды салыстырып көрсетілген. Көне парсы тіліндегі кітаптарды Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің аға ғылыми қызметкері Зәріпбай Оразбай 4 жылдай аударды. Сөйтіп өзімізге қатысы бар тұстарын жинақтаған. Бұл кітаптың аса құндылығы бұрынғы кезде евроцентристік көзқарасқа байланысты ол жерде көптеген бұрмалаушылықтар болған. Біз сол тікелей аударғанның нәтижесінде біз шынайы тарихымызға қол жеткізіп отырмыз. Кітап тұсаукесерін Елорданың рухани жаңғыру жобалық кеңсесі ұйымдастырды. Шараға Мырзатай Жолдасбеков және басқа да зиялы қауым өкілдері қатысты. Талғатбек Әбдіқожа, Жандос Бейтабаров, Хабар 24.